Ассалаумағалейкум достар, балықты бешбармақ қылып және де қуырып көрсететін боламын. Бірінші ыстық суға бүтіндей картошкаларымызды ірі-ірі қылып балықтарымызды турап салып бастарымен қосып қайнатамыз. Қайнатып болғасын көбігін алып 20 минут қайнатамыз. 20 минут қайнатқаннан кейін түсіріп аламыз. Сорпасын үстіне нан салатын боламыз. Сорпасын бөлек ыдысқа құйып, үстіне тұз салып, бөлек тұздық қыламыз. Ортасына өстіп нанды түсіріп бешбармақ қылып жейтін боламыз. Енді қуыратын балық дайындаймыз. Өстіп турап аламыз, үстіне тұз себеміз, сосын батып тұратындай су құямыз. Суға 15 минут ұстайтын боламыз суда. Тұзын көбірек салсаңыз болады. Өстіп картошкаларымызды қуырып аламыз, сосын ұнға былғап, күшті қылып, екі жағын қып, қызыл қылып, балығымызды қуыратын боламыз. Өстіп мінеке әдемі қылып екі жағын қып қызыл қылып, міне осындай балық болып шығады.